Барлықтарыңызға сәлем. Менің қызыма 3 ай былай дыбысты естиді, бірақ дыбысқа мойнын бұрып қарамайды, оңға солға бұрмайды мойнын. Сондай жалппен бүгін поликлиникаға шықтық, педиатрға жазылдық, невропатологқа жазылдық. Содан кейін аудиоскрининг өткізейік дедік. Сөйтіп педиатрға келдік, педиатр барлығы нормально деді. Одан кейін невропатологқа бардық. Енді жүрегіміз соғып, тарсылдап, менің қызым 8 айлығында дүниеге келді. Мүмкін соның бір әсері болды ма деген оймен уайымдап, шыны керек, құлағы әлде естімей қалды ма, әлде миында бір өзгеріс болды ма деп сөйтіп қатты уайымдадық. Сонымен невропатологқа келіп қаралсақ, барлығы нормально, жақсы өсіп келе жатсыздар деді. Одан кейін аудиоскринингке бардық. Барған кезде құлағы 100% деді. Негізі бала 4 айынан бастап жан-жағына қарай бастайды екен. Бәрі керемет, бәрі идеально дегенді естіп, көңілім жайланып, үйге қайттық.